Al. Мен Күлайқан Манасбай қызы. 1959 жыл 9 айдың 18-і дүниеге келгем. Тарғыбатай аймағы Тола ауданы Күбі ауылы Қуғарағай қыстағының тұрғынымын. 2011 жылдың аяғында отанымыз, өз еліміз, мемлекетіміз Қазақстанға көшіп келген. Мен Қазақстан азаматымын, міне. Ал менің жолдасым мынау Еркін Ыдырышұлы. 1959 жылы, 55 жылы 8 айдың 5 күні дүниеге келген. Тарғыбатай аймағы Тола ауданы Күбі ауылы Қуғарағай қыстағының тұрғыны. Бұл кісі ықтияр қатты. Мен бала шағамменен ошақтың азаматымын. Біз Тарғыбатай ауданы Ақсуат ауылы Қарғыба елді мекеніне кеп орналасқанбыз осы жақта. Мына кісі Қытайдың қайта шақыртуыменен 2017 жылы 10 айдың 12-сі күні шекарадан өткен былтыр. Со беті қайтадан келген жоқ. Парасап документтерін алып алу себебімен қайтадан өте алмай жатыр. Мен өзім былтыр 10 айда операция болғам ашқазаннан. Әзірде жақсы емеспін, денсаулығым нашар. Үйде бір 8 жаста қызым бар, одан кейін бір азамат ұлым бар. Ол маған қарайды, не жұмыс істей алмайды, не бір кәсіп істеген жоқ. Менің қысы жазы өкілдерімді қойып, менің қасымда шай тамағымды істеп беріп отыр. Семьялық қиыншылығымыз әзір ауыр болып тұр. Семьяның асыраушысы бәрі арқа тірегі осы кісі болатын, міне. Бұл кісі міне 1 жыл 2 ай болды, әлі келген жоқ. Сондықтан осы кісіні отбасыма аман есен оралуына сіздерге өтініш айтып отырмын. Одан кейін осы арызды берудегі себебім осы кісіні отбасыма аман есен оралуына арызданып отырмын. Көмек қолын созуларыңызды үміт етемін.